Баршаңызға қайырлы күн достар. Арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен өте әдемі және дәмді болып шығатын салат түрін дайындаймыз. Ол үшін бізге осындай корейский морковь керек. Бұл салатты мен өзім жасадым. Негізі сатып алсаңыздар да болады. Осылай үлкенірек шұңғыл ыдысқа шет-шетіне салып шығамыз. Содан кейін қиярды ұсақтап кубиктап тураймыз. Барлығын турап алғаннан кейін қиярды осы морковьтың шетіне айналдыра салып шығамыз. Майонез саламыз. Консервідегі жүгері саламыз. Помидорды да ұсақтап, төртбұрыштап тураймыз. Помидорды ортасына саламыз. Дәміне қарай тұз қосып отырсаңыздар болады. Арнамды қолдап тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Лайк басып, комментарий қалдырсаңыздар болады. Содан кейін сырды үккіштен өткіземіз. Ұсақ үккіштен өткізіп аламыз. Жұмыртқаны осылай бөліктерге бөліп, ар жерінен бетіне саламыз. Содан кейін үстін сырмен жабамыз. Тұз себеміз. Содан кейін жұмыртқаның ортасына, жан-жағына осындай кириешки ең бетіне саламыз. Кириешкиді рецепті менің каналымда бар. Өздеріңіз қолдан жазсаңыздар өте дәмді болып шығады. Дайынын алсаңыздар да болады. Міне осындай өте әдемі салат және дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Сәнді болып көрінеді және дәмді. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі видеода кездескенше.